неке дегеніміз өзі бір ер мен әйелдің бір байланатын рухани жібі сияқты ғой. Мысалы, ер адам бір әйел адамды алған уақытта оны аманатын алады. Қыз баланы кішкентай кезінде әкесі өсіріп, қағып, соның напақасы әкесінің мойнында болатын болса, тұрмысқа шыққаннан кейін ол напақасы күйеуінің мойнына міндетті болады. Яғни ол алудан мақсат нәпсі құштарлығымен емес, бәлкім оны жаңағыдай семья құру, отбасын тарату, осы қоғамға пайдалы, мысалы ұрпақтар әкелу деген сияқты ниет сол болу керек. Ал егер Құдай сақтасын бір нәрсе болса ажыраса салам деген нәрсе, ол дұрыс нәрсе емес. Ол жайында да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар. Қандай да бір еркек бір нәпсі құмарлыққа еріп, әйелін жіберіп басқа әйел алатын болса, ол адамға Алла тағаланың лағнеті болсын деген бе, сол мағынада бір қатты айтылған хадис бар. Сол сияқты әйел адамда ешбір себепсіз маған талақ бер деп әйел адамды сұрау дұрыс емес негізі. Ешқандай себепсіз. Ол жайында да пайғамбарымыз айтқан саллаллаху алейхи уассалам, қандай да бір әйел ешқандай себепсіз күйеуінен талақ сұрайтын болса, ол жәннаттың иісін де сезбейді деген. Шариғат бойынша өзі ерлі зайыптылардың некесі осы талақ сөз арқылы бұзылады. Енді талақ сөзі жалпы енді бұл бір ойыншық ретінде бір адам ашуланса, бір айта беретін нәрсе емес. Бұл ең ақырғы меже болып саналады. Еш себеп жоқ, мысалы. Ашуланып кетті, өзінің ашуын басу мақсатында ол әйел адамды бір талақ қыла беру бір зат емес қой әйел адам. Сондықтан ол шариғатта оған қатаң түрде тыйым салынады. Жаңа айтып жатыр, Алла тағаланың қаһарын тудыратын амал болып саналады.